Hi! Бүгін біз сіздермен артикльдерді қарастырамыз. Артикль дегеніміз не? Артикль дегеніміз ағылшын тілінде зат есімнің алдында тұратын қосымша. Артикльдер екі топқа бөлінеді. Белгілі артикль, the артиклі және белгісіз артикльдер, олар a және n артикльдер. The артикліне біз кейінірек тағы да тоқталамыз. Қазір біз сіздермен a және n артикльдерін қарастырамыз. Артикльдер, a және n артикльдері бірінші ережесі, олар тек қана зат есімдердің алдында тұрады. Екінші ережесі, олар тек қана саналатын зат есімнің алдында тұрады. Үшінші ережесі, олар тек қана жекеше түрдегі зат есімнің алдында тұрады. A және N артикльдері зат есімдердің басталатын бірінші әрпіне қарайды. Егер бізде зат есім дауыссыз дыбысқа басталса, мысалы boy, toy деген сияқты, бала, ойыншық деген сияқты, онда біз a boy, a toy деп айтамыз. Дауысты дыбыстан басталған зат есімге біз N артиклін қолданамыз. An apple, an elephant, an egg. Және егер екінші және үшінші пункттарын қарастырайық, бағана айтқан ережелердің ол жерде біз айттық, зат есімдерге артикль қою үшін олар жекеше түрде болу керек. Сондықтан a boy, a bag, an apple. Бірақ ешқалай apples, tomatoes, potatoes болса, біз оның алдына a немесе n артикльдерді мүлде қоя алмаймыз, ол ережеге сай емес. Және біздің зат есімдеріміз саналатын болу керек. Егер ол жерде саналмайтын зат есім sugar, water болса, біз a sugar, a water деп айта алмаймыз. Оларға біз басқаша қосымша қолданамыз.